Ассаламу алейкум достор, Атлет KG спорт каналынын жалпы катталуучулары биздин балбаныбыз Акжол Махмудов атаандаштарынын бири казак спортчусу Демеу Жадыраев тууралуу айтты. Ошондой эле Демеу Жадыраев дагы Казакстанда өтүп жаткан Атыраудагы мелдеште кыргыз балбаны Акжол Махмудов тууралуу жылуу сөздөрүн айтты. Бул тууралуу алдыда кененирээк. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Кечээ эле Германияда Шорндорф спорттук клубу үчүн чыгып 86 кг салмагында беттешип жеңип алган биздин сыймыгыбыз Акжол Махмудов бүгүн Казакстандын Атырау жергесинде өтүп жаткан эл аралык мелдешке келип калды. Бирок Акжол катышуучу катары эмес, сыйгонок катары келгени белгилүү. Албетте мындай мелдештерден балбаныбыз эбак өсүп кеткен. Андыктан азыр казак боордоштордун көрсөткөн сыйын көрүп гана жаш өсүп келе жаткан спортчулардын беттештерине күбө болууда. Алып баруучунун Демеу Жадыраев тууралуу берген суроосуна да жылуу жооп берди. Өзүңүздөр көрүп тургандай канча деген чемпион, Азия чемпион миралар келип катышып жатат. Мен ойлойм, мындай турнирлер көпкө өтүп туруш керек. Бир жылда бир эле эмес, 2-3 жолдон өтүп турса, мен балдардын кызуусу дагы жакшыраак күчөйт. Өздеріңізде дәл осындай жарыстарда өнер көрсетіп, сол жарыстар арқылы тәжірибе жинап, осы бүгінгі деңгейге жетіп отырсыздар ғой енді. Ооба, биз деле ушундай үйдөн күрөш баштап, бүгүнкү күндө кандайдыр даражага жетип турган болсок, дал ушу үйдөн күрөш баштаганбыз. Сол үйдегі өтетін, елдегі өтетін осындай турнирлердің жемісі деп отырсыз ғой. Басып өтүш керек, аны каалайсың, ошодон. Бул эң биринчи тепкичтер да, мындайча айтканда. Үлкен осы ыргетас кааланат деп отырсыз ғой. Енді қазір Акжол өзің біздің елге келдің, сенің Демеумен арадағы достығыңды, қазақ пен қырғыз арасындағы бауырластықты күллі әлемге, төрткүл дүние көз тігіп тұрғанда тікелей эфирде, тіпті сол боз көлемнің үстінде паш еттіңдер, бір-бірлеріңе құрмет көрсеттіңдер, жеңдік жеңілдік демедіңдер, екеуің де бір достық жеңгендей әсерде болдыңдар. Осы бір көрініс жайлы айтып берші, қалай болды өзі? Негизи биз Олимпиадага чейин деле бири-бирибизди жакшы таанып, жакшы ага эни катары ортобузда чоң байланыш бар. Өзүңүздөр билгендей эле спорт посол мира дейт, ушул спорт аркылуу биз сборлордо жүрүп, мелдештерде жүрүп таанышканбыз. Демеу байкен мага спорттогу жетишкендиктеринен дагы адамгерчилик сапаттары аябай жагат. Мен муну олимпийский призерге караганда адамгерчилик сапатын бийигирээк коем. Ошол сапатынан биз үлгү алып, Демеу байке менен жөн эле салымдашып, Демеу байкенин жанында турган мен үчүн ар дайым чоң сыймык болгон, өзүмдү аябай приятно сезем ал кишинин жанында. Ушул эле суроону Париж Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Демеу Жадыраевга да узатышып, жылуу жооп алышты. Дәл осы Атырауға, мұнайлы Астанаға өзіңіз ғана емес, сол секілді сіздің осы бүкіл әлемге паш еткен біздің қазақ пен қырғыз елінің арасындағы бауырмалдық, достықты паш еткен, және өздеріңіздің осы спорттық тұрғыда ғана емес, осы бір адамзаттық, адамгершілік тұрғысындағы достықтарыңызды паш еткен керемет көрініс болды. Бұл осы бір сіздің Қырғызстандық Акжол Махмудов бауырыңыз еді. Ол да осы жарысқа келді, құрметті қонақ болып. Уақыт болып жатса, ол кісіден де дәл осы студияда сұхбат аламыз, және сіздердің осы Атыраудағы жарысқа арнайы келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Акжолға қош келдің дейм, көп рахмет айтамыз. Осындай қазақ еліне келіп жатқанына. Акжол өте мықты палуан, өте даңқты палуан, Қырғызстанның бағына біткен ол деп айтсам болады. Сондықтан алғысын білдірем, келіп жатқанына рахмет. Бул спортчулардын ортосунда ага энелик жакшы мамиле бар экенин көрүп билгенбиз. Мындан ары да аларга жалаң ийгиликтерди каалайбыз. Спортчуларга жылуу сөздөрдөн жазып коюңуздар.